Сәлем достар, бүгін біз 8 сынып алгебра пәнінің 493 есебін шығаратын боламыз. Есептің шарты k-ның қандай мәндерінде y-тен kx түзуі және y-тен x квадрат плюс 4x параболасы тек бір ғана ортақ нүктесі бар болады дейді. Так, бірінші болып не істейміз? Біз осы екі функцияны теңестіреміз. Яғни мына берілген y-тен kx пен y-тен x квадрат плюс 4x плюс 1 функцияларын бір-біріне теңестіріп есептеп алайық. Сонда қалай болады екен? X квадрат плюс 4x плюс 1 тең kx болады. Енді kx'ті теңдіктің сол жағына өткізейін. X квадрат плюс 4x плюс 1 минус kx болады тең 0. Енді мына екеуі x-терді бір-біріне жақын жазып алайын. Шамдау үшін x квадрат плюс 4x минус kx плюс 1 тең 0. Мына жерде ортақ көбейткіш x-ті жақшаның сыртына шығарып жіберемін. Сонда x квадрат плюс іште не қалды бізде? 4 минус k қалды. Сыртқа шығарып жүрген x плюс 1 тең 0. Енді қараңыздар, біз осыны дискриминант арқылы есептейміз. Дискриминантта b-ның орнында 4 минус k тұр. Яғни дискриминант тең 4 минус k-ның квадраты минус 4 көбейту 1 көбейту 1. Я, дұрыс па? Так, енді қалай болады екен? Мынаның 4 минус k-ны екі өрнектің айырмасының квадраты бойынша қысқаша көбейту формуласы бойынша ашамын. Сонда қалай болды бізде? 16 минус 8k плюс k квадрат минус 4. Так, бұны тағы да ақшамдайтын болсақ, бізде k квадрат минус 8k плюс 12 деген шығады. Енді бір ғана ортақ нүктесі болу үшін бізде білесіздер, дискриминант 0-ге тең болу керек. Значит, мен мына шыққан жауабын не істеймін? 0-ге теңестіремін. k квадрат минус 8k плюс 12 тең 0. Тоже дискриминант. Дискриминант тең 64 минус 48 болады. Бұдан шығады 16. Енді k1, k2-ні табайық. k1 тең бізде 2, алымында 8 минус 4. Бұдан шығады бізде 2. k2 тең 8 плюс 4 бөлімінде 2, бұдан шығады бізде 6. Сонда жауабы бізде бір ғана ортақ нүктесі болады. Егер k-мыз бізде 2 болған кезде, және k-мыз 6-ға тең болған кезде. Келесі есеп бізде 494-ші есеп. Функцияларының сәйкес мәндері тең болатындай аргументтің мәні бар бола ма дейді. Так, енді есептейік. Бізде екі функция берілген, сол екі функцияны бір-біріне теңестіремін. Астында 0,45 x квадрат плюс 0,18 x теңестіремін. Мына функцияны оқушылар, мына функцияға теңестіріп жатырмын. Түсінікті ғой? 1,5 x плюс 0,9. Так, енді барлығын теңдіктің сол жағына өткізейін. Сонда бізде қалай болады? 0,45 x квадрат плюс 0,18 x минус 1,5 x минус 0,9 тең 0. Енді мына жерде 0,18-тен 1,5-ті азайтып жіберейін, чтобы x-тің мәнін табу үшін, коэффициентін табу үшін x-тің алдында тұратын. 0,45 x квадрат минус болады, теріс таңбаласынан шығады бізде по-любому, шығады бізде 1,32 x минус 0,9 тең 0. Енді қараңыздар, мен былай істейін, бұның барлығын 100-ге көбейтіп жіберейін. Сонда қалай болды? 45 x квадрат болады, минус 132 x минус 9 тең 0 деген жауап шығады. Және мен бұны тағы да 3-ке қысқартып жіберсем де болады екен. 45-ті 3-ке қысқартсам 15x квадрат, 132-ні 3-ке қысқартып жіберсем менде 44x, 9-ды 3-ке қысқартсам 3 болады екен, тең 0. Дискриминантты есептейміз. 44-тің квадраты минус 4 көбейту 15 көбейту минус 3. Так, 44-тің квадраты бізде оқушылар 1936. Мына жерде таңба плюс болып кетеді тағын. 4-ті 15-ке көбейтсек 60, 60-ті 3-ке көбейтсек 180 шығады екен. Қосатын болса
бізде шығады 2116 шығады екен. 2116 ол бізде 46-ның квадраты. Так, енді x1-ді табайық. x1 тең бөлімі бізде 2 көбейту 15 ол бізде 30 береді. Алымы 44 минус 46. Немесе 30-дан минус 2 дейміз. Тағы да 2-ге қысқартып жіберетін болсақ 15-тен минус 1 деген жауап шығады екен. x2 бізде алымы 44 плюс 46 болады. Бөлімі бізде 30 болады. Так, 30-дан 44-ті 46-ға қосатын болсақ 90, бұдан шығады бізде 3. Сонда асының жауабы мәні x1 бізде минус 15-тен 1, x2-нікі бізде 3 екен, құрметті оқушылар. Осылай жеп-жеңіл есеп. Келесі енді әсі. Әсінде де дәл сондай. Берілген мына функцияның мәнін мынаған теңестіріп есептейміз. 0,8x квадрат плюс 0,62 тең 0,2x плюс 0,72. Так, мына экран көтеріп алайын енді, түсініп алған шығарсыздар. Так, енді барлығын теңдіктің сол жағына өткізейін. Сонда 0,8x квадрат минус 0,2x плюс 0,62 минус 0,72 тең 0. Так, 0,8x квадрат тұра берсін, минус 0,2x тұра берсін, 0,62-ден 0,72-ні азайтсақ, бізде 0,1 қалады екен тең 0. Енді мен теңдікті барлығын оңға көбейтіп жіберейін, чтобы есептеу кезінде ыңғайлы болу үшін. 0,8-ді оңға көбейтсем 8x квадрат, 0,2-ні оңға көбейтсем 2x минус 0,1-ді оңға көбейтсем 1 болады екен тең 0 болып бізде, иә? Дискриминантпен есептейміз. Минус 2-ның квадраты, ол 4 сразу жазып кетемін. Минус 4 көбейту 8 көбейту минус 1. Бұдан жалпы бізде шығады 36. x1-ді табайық. Бізде бөлімі бізде 16 болады. Алымы 2 минус 6. Бұл дегеніміз 16-дан минус 4, немесе 4-ге қысқартып жіберсек, минус 4-тен 1 деген жауап. x2 тең 16-дан 2 плюс 6 шығады. Бұл дегеніміз 16-дан 8 деген сөз, немесе 2-ден 1 деген жауап шығады екен. Сонда жалпы жауабы әсінің x1-міз тең минус 4-тен 1, x2-міз тең бізде 2-ден 1 екен, құрметті оқушылар. Келесі есеп бізде 495-ші есеп. Y тең a көбейтілген x минус m-нің квадрат плюс n параболасы a есебі 2-де 5 нүктесі арқылы өтсе, және төбесі минус 1-де 4 нүктесіні оның төбесі болса, әсі минус 4-де 5 нүктесі арқылы өтсе, және минус 2-де 9 нүктесі оның төбесі болса, a, n және n-нің мәндерін табыңдар. Өте жеңіл, иә? Асына тоқталайық. Бізде берілді. Нүктесі арқылы өтеді 2-де 5 нүктесі, және төбесі минус 1-де 4 екен. Мына формулаға қоймыз керек, оқушылар. x минус m-нің квадраты плюс n. Мына бірінші тұрғаны x-тің орнына қоймыз, мұнан y-тің орнына қоймыз. Төбесі болғаннан кейін бірінші тұрғаны m, екінші тұрғаны бізде не? n. Осы арқылы a-ны тауып алайық. Так, сонда қалай болды? Бізде a-ның орнына қоймыз. A-мыз жоқ деген, кешіресіздер. x-тің орнына 2 минус, мына минусымен плюс 1 болып кетеді, m-нің квадрат минус 4 тең y-міз 5-ке тең екен. Так, енді есептейік. 2-ні 1-ге қоссақ, 3-3-тің квадраты 9a тең 9. a тең 1 екен. Сонда жауабы жазамыз, жауабы a тең 1, m тең минус 1, n тең минус 4 болады екен. Келесі әсінде де дәл солай. Минус 4-те 5-тен өтеді екен нүктесі, төбесі минус 4-те, жоқ, минус 2-де 9 екен. Так, мына формулаға қойымыз. Y тең a, x минус m-нің квадраты плюс n. Так, қойық, a тұра берсін. X-міз 5, m-міз бізде 2 болып, плюс 2 болып кетеді квадрат. Плюс 9 тең минус 4. Так, білесіздер, что мына бірінші мәні x, мына y. Мынау бізде m, мынау n екен. Есептейік, 5 плюс 2, 7, 7-дің квадраты 49a тең минус 4, минус 9 береді. 49a
тең бұл бізде минус 13-ті береді екен. Жоқ, мен мына жерде қателесіп кетіппін, кешіресіздер. X-тің орнына X пен Y-тің орнына ауыстырып қойыппын ғой. Сонда сәл жауап өзгереді. Так, X-тің орнына мен минус 4-ті қоямын, Y-тің орнына 5-ті қоямын, иә. Асығыс кезінде қателік кеткен екен. Так, минус 4 плюс 2, ол бізде минус 2 береді, оның квадраты 4-ті береді. Сонда 4А тең 5 минус 9. Сонда А тең 9, минус 1-ді береді екен. Сонда жауабы қалай болды бізде? А-мыз тең минус 1, N тең минус 2, N тең 9 деген жауап шықты екен. Келесі есеп 496 есеп. Функцияның графигін салыңдар. Асы. Бізде y тең x квадрат минус 1 деген функция берілген. Бұл ең жеңілі. Параболамыз төбеге қарайды. Оның төбесі бізде минус 1 екен. Минус 1-ден былайны жоғарылатып параболасын сызып қоямыз. Енді әсінде сәл уақыт керек бізде. Минус x квадрат плюс 5x минус 4-тің минус 1 дәрежесі. Бұл дегеніміз y квадрат минус x квадрат плюс 5x минус 4-тен 1 дегеніміз. 4-тің минус 1 дәрежесі теңіз 4-тен 1 дегенді білдіреді екен, иә. Так, енді қараңыздар, төбесін тауып алайық, x0-ді тауып алайық. Бұл дегеніміз бізде минус 5 бөлінген минус 2 деген сөз, яғни 2,5 екен төбесі. Енді y-ті 0-ді табатын болсақ, осы 2,5-ді мына x-тің орнына қоямыз. Сонда мен сразу қоятын болсам, минус 2,5 немесе 5 бөлінген 2-нің несі деп кетейік. Давайте сразу 2,5 дейік. 2,5-нің квадраты бұл. Бізде минус 6,25 болып кетті. 6-да минусымен. Плюс 2,5-ді 5-ке көбейтсек, 12,5 минус 0,125 деген осылай жауаптар шықты. Одан шығады бізде 6. Значит, төбесінің координатасы бізде 2,5-да 6. Так, тек қана төбесі арқылы графикін сызып кету керек, иә, мақұл ма? Так, сонда x-тен 2,5 табамын. 1, 2, 2,5 мына жерде примерно. Y-ті 6 табамын. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мына жерде. Екеуін перпендикуляр жүргіземіз былайынан кетті. Сонда ненің парабола еще тармағы не қарайды? Төмен қарайды екен. Былайынан кетеді. Параболамыз осылай сызылады екен. Так, енді б-сы y тең x квадрат минус 5-тің 0 дәрежесі x минус 6. Мына жерге v-ды жазып қойсаңыздар, y тең минус x квадрат плюс 4-тің көбейту x-тің 0 дәрежесі. Так, енді y тең x квадрат дәрежесі әрбір санның 0 дәрежесі 1-ге тең, сол жерде минус x минус 6. x0-ді тауып алайын. Бұл дегеніміз 1 бөлінген 2 болады екен. Сонда y0-мыз төбеміз бізде 2-ден 1-дің квадраты. Ол бізде 0,125 болады, минус 0,5 минус 6. Так, енді осыны есептеп көрейік. 0,125 минус 0,5 минус 6. Бұдан шығады бізде минус 6,125. Значит, төбесінің координатасы бізде 2-ден 1-де минус 6,125, яғни 0,5-те 6,125. Так, графигін сызайық. Мына жерде примерно 2-ден 1-міз осы жерде болады. Мына жерде 6,125. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ол жерде 6,125 примерно мына жер. Перпендикуляр жүргіздік. Былайынан кетті. И осы жерден тамақ төбеге қарап параболамыз. Былай сызылады. Так, енді келесі. Y тең минус x квадрат тұра берсін. X-тің 0 дәрежесі, әрбір санның 0 дәрежесі, ол бізде 1-ге тең, сол себепті 4 болады. Оңқы жеңіл, төбесі бізде 4, 1, 2, 3, 4. И парабола тамағы не істейді? Төмен қарайды екен. Осылай шекленгілі есептер. График бәрін сызып тастады. Келесі есеп бізде 497-ші есеп.
толқын y тең 3x квадрат минус 13x плюс 13 функциясының графигін былай салды. Параболаның төбесі болатын 2-1 нүктесін, содан кейін 0-13, 4-13, 1-4, 3-4 нүктелерін белгіледі. Оны 5 нүкте арқылы y тең 3x квадрат минус 12x плюс 13 функциясының графигі болатын жаттық сызық жүргізді. Оның 5 нүкте арқылы парабола салу тәсілін түсіндіріңіздер. Так, бірінші болып ол төбесін тауып алды. Міне төбесі 2-1. Енді қараңыздар, мына 2 бізде центрлік оси болып есептелінеді. Оси болып. Сөйтті дағын ол бірінші болып y-ке 0 мәнін, x-ға 0-ден берді. Сол кезде мәні неше болды? 13. Енді 13-ке осы берілген мына не бойынша симметриялы қайсы нүкте болып есептеледі? 2 0-де 4-те 13 болды. Одан кейін 0-де 13-ті тауып алды, 4-те 13-ті тауып алды. Міне 4-те 13 мынау, 0-де 13 мынау. Одан кейін 1-ден бөліп көрдік. 1-де болған кезде қанша болды жауабы? 4, и оған симметриялы 3-те 4 нүктесін тауып, сосын барлығын қосып шықты. Қосқан кезде функцияның графигі сызылды. Құрметті оқушылар, осылай түсіндіруге болады. Келесі бізде 498 есеп. Функцияның графигін салып, сол арқылы оның қасиеттерін анықтаңдар. Асы y тең x квадрат плюс 10x плюс 25. Бұл қысқаша көбейту формасымен сомдайтын болсақ, x минус 5-тің квадраты болып есептелінеді. Сонда y тең x минус 5-тің квадраты. Енді осы функцияның графигін сызуымыз керек. Бұл функцияның графигі өте жеңіл. Бір плюс болады екен, мына кешіресіздер. Мынада плюс болады екен. 2, 3, 4, 5. 5 бірлік солға жылыстамыз. Параболамызда сыза саламыз. Все. Парабола сызылды. Параболаны басқа түскен сызайықшы. Параболамыздың төбесі бойынша и параболамыз былай сызылды. Так, енді қасиеттерін тап дейді. Анықтау облысы бізде минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Мәндер облысы 0-ден плюс шексіздікке дейін. Так, өсу аралығы бізде 5-тен плюс шексіздікке дейін. Кему аралығы бізде минус шексіздіктен 5-ке дейін болып есептелінеді екен, құрметті оқушылар. Келесі әсі бізде y тең минус 2x квадрат плюс 4x минус 2. Осы функциямыз берген. Давайте минус 2-ні жақшан сыртына шығарып жайық. Сонда іште не қалды? X квадрат плюс 2x плюс 1. Мына жер минус 2x болады екен. X квадрат минус 2x. Сонда бұны мен жазсам болады. Астына жазылайын сразу. Так. Y тең минус 2 x минус 1-дің квадраты деп. Так, енді функцияның графигін сызамыз. Функцияның графигін сызайық. Былай болады примерно. Минус 1 болса, бір бірлік оңға қозғалтамыз. И парабола тармағы не істейді бізде? Төмен қарайды. Бір қызылмен сызамын деп көкпен сызып қойып жатырмыз. Параболаның тармағы былай төмен қарайды екен. Енді қасиеттен алты. Анықтау болса, минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Мәндері болса, минус шексіздіктен 0-ге дейін. Өсу аралығы. Так, artık өсу аралықтары бәрі жай жақшартуан бет. Өсу аралығы минус шексіздіктен 1-ге дейін. Кему аралығы бізде 1-ден плюс шексіздікке дейін. Не осылай есеп жауап шықпады. Құрметті оқушылар. Так, енді б-сы, бұны мына жерге жазған, y тең x квадрат плюс 10x плюс 16 и бұны да сразу жазбайым. Экран төбе көтерім, сол кезде түсініксіз болып қалады. 2x квадрат плюс 4x плюс 6. Так. Бұл функцияны бүйтіп жазсам болады. Y тең x квадрат тұра берсем, плюс 10x, 16-ны шығару үшін мен жазсам болады 25 минус 9 деп. Ал мынау бөлігі менде нені береді? Қысқаша көбейту формасын береді. Яғни x плюс 5-тің квадраты, x плюс 5-тің квадраты минус 9. Сонда төбесі, бұл функцияның төбесі
Болады. Минус 5-те минус 9 болады екен. Минус 5-те минус 9 болады екен. Так, енді нені сызамыз? Функцияның графигін сызамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Минус 5'imiz мына жерде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Минус 9 мына жерде. Перпендикулярларды жүргіздік. Мына жерде қиылысады бұлар. И параболамыз төбеге қарайды. Былай. Так, енді қасиеттерін жазайық. Бұның анықталу облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Мәндер облысы бізде минус 9-дан плюс шексіздікке дейін. Мына тік шақша кешіресіздер. Өсу аралығы минус 9-дан плюс шексіздікке дейін. Жоқ, кешіресіздер. Минус 5-тен плюс шексіздікке дейін. Кему аралығы минус шексіздіктен минус 5-ке дейін. Осылай шықты. Так, енді В. Бұны былай істей салайық, сразу төбесін тауып ше, и формула бойынша. Так, минус 4 бөлінген минус 4. Сонда x нөліміз тең бірге, төбесінің x координатасы бірге тең болады. Y тең минус 2 плюс 4 плюс 6 болады екен. Y нөліміз. Бұдан шығады бізде неше? 8 болады екен. Сонда төбесінің координатасы бірде 8 екен. Так, бірде 8. Графигін сызамыз. 1 мына жерде болсын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'imiz мына жерде. Бұлайынан қылатын болсақ, мына жерде қиылысады. И парабола тармағы не істейді? Төмен қарайды. Солай кетеді. Так, енді құрметті оқушылар, анықталу облысын табайық. Анықталу облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Мәндер облысы минус шексіздіктен 8-ге дейін. Өсу аралығы минус шексіздіктен 1-ге дейін. И кему аралығы бізде 1-ден плюс шексіздікке дейін. Осылай есептің жауап шықты. Келесі есеп 499 есеп, я. Шартын оқыған шығарсыздар, я. Енді мысал үшін m-ді біз үрейдің несі деп ойлайық, іргетасы деп, я. Шарбақ деп ойлайық. Сонда қалай болады? Оны 2a плюс b деп алайық. Бұл жерден b-ны табатын болсақ, m минус 2a болады. Так, енді аудан табу үшін білесіздер, көбейтеміз. a көбейту m минус 2a. Бұл дегеніміз бізде am минус 2a квадрат. Енді x нөлі табатын болсақ, минус m бөлінген минус 4. Бұл дегеніміз m бөлінген 4-ті береді. Немесе бұны біз десек болады, a десек болады екен. Так, енді бұны табатын болсақ, m минус 2 көбейту m бөлінген 4. Бұл дегеніміз m минус m бөлінген 2. Немесе m бөлінген 2 деп алсақ болады. Енді не істейміз? A-ның бұға қатынасы. Бұның A-ға қатынасы. Тең m бөлінген 2 бөлінген m-ның 4-ке қатынасы. Бұл дегеніміз m-ның 2-ке қатынасы көбейту 4-тің m-ға қатынасы қысқарады. Сонда шығады 2. И 2 есе көп болу керек. Жауабы. 2 есе үлкен болу керек. Беш жүзінші есеп өте қызық есеп екен. Төбесі берілген. Төбесі. Оның координаталары 1-де 2 екен. Ал ол өтетін қай нүкте арқылы өтеді екен бізде? Өтетін нүктесі бізде минус 1-де 6 екен. Квадрат функция түрінде, яғни былай түрде жазу керек. Y тең a көбейту x минус m квадраты плюс n деп. Енді қараңыздар, төбесіндегі бірінші ол m, екіншісі n. Мына жақта мына x, мына y. Осылардың мәнін қойып анықтау алайық. Сонда a тұра берсін. X-іміз бізде минус 1. m-ымыз тоже минус 1 квадрат плюс 2 тең 6 olur. Минус 1-дің, мен минус 1-ді, ол минус 2-ні беріп, квадраты 4a болады. Тең 4a тең бізде не болады екен? 1
bo'ladi ekan. Endi formula turida yozadigan bo'lsak, sразу javob deb yozaylik. Y teng x minus 1 kvadrat plus 2. Asoslar esep shog'ish. Hurmatli o'quvchilar. Kelesi ise 501 esep. Asa 0 değerinin biri, yani x değerinin biri minus 3'e teng bo'ladi, және y teng x kvadrat plus 2x plus q o'z funksiyaning grafikini sızındayıq. Okey, sıza salamiz. No problem bizga. Tak, 0 değerinin biri. 0 degan ne degan söz? O x'ni 0'ga tengestirigen кезде x'imiz minus 3'e teng bo'ldi deydi. O saqla q'ni topib olaylik da. Bunda minus 3'ning kvadrati plus 2 ko'paytirib minus 3 plus q teng 0 degan söz. Minus 3'ning kvadrati 9 minus 6 plus q teng 0 bo'ldi. Bunda 9'dan 6'ni azaytsak bizde 3 plus q teng 0, q teng bizde minus 3. Sonunda funksiyamızın grafiği qalay bo'lib turibdi bizde. Funksiyamızın to'liq yoziluvі x kvadrat plus 2x minus 3 bo'lib turibdi. Endi төбесini topib olaylik. X 0. Bu deganimiz minus 1 bölüngen 2 formulasini topamiz. Bu deganimiz minus 2 bölüngen 2. Bu minus 1 deb beradi ekan. Y 0 topish uchun o'rniga qo'yamiz. Minus 1 kvadrati 1 deb beradi. 2 ni minus 1 ga ko'paytsak minus 2 minus 3. Bu deganimiz minus 4 ni beradi ekan. Ya'ni төбесinin koordinatalari minus 1 de minus 4. Endi funksiyanın grafikini sızımız qajit. Ya, minus 1 mına жерде 1, 2, 3, 4, minus 4 mına жерде. Осылай сызамызда параболаның тармағы бізде қайда қарайды? Төбеге былайынан қарайды екен. Так, келесісі әсі. Бөлдерінің бір минус 4-ке тең дейді. X-тің біреуі минус 4-ке тең дейді. Y тең минус x квадрат. Так, минус x kvadrat plus px minus 8. Қазір енді p-ны табуымыз керек біз. Яғни бізге айтып тұр, y-ті 0-ге теңестірген кезде дейді, x-іміз минус 4-ге тең болды дейді. Давайте x-ті орнына минус 4-ті, y-ті орнына 0-ді қойып есептеп көрейік. Сонда минус 4-ті қоятын болсақ, минус 4-дің квадраты 16, сонда минус 16 минус 4π минус 8 тең 0-ді береді екен. Минус 4π тең 16 плюс 8 болады екен. Пи тең 24 бөлінген минус 4. Бұл дегеніміз пи тең минус несін береді екен бізде? Минус 6-ны береді екен. Қателеспестен 8 демекші. 8 деп жазып қойып мына жерге. Минус 6-ны береді екен. Сонда функцияның графигі қалай болды? Бізде y тең минус x квадрат. Минус 6x минус 8. X 0-ді табайық. X 0 деген бұл 6 бөлінген minus 2. O degan minus 3 ekan. Y 0'ді табайық. Minus 3'тің квадраты ол 9. Бірақ алдында формуладағы minus 1 minus 9 plus 18 minus 8. Bu deganimiz bizde 1-ді береді екен төбесі. Сонда төбесінің координаталары minus 3 пен 1. Сонда сызайық. Мына жаққа y мәндер, x мәндер. Так, бізде айтады minus 3-те x-imiz minus 3 болды. 1, 2, 3, minus 3-те 1. Бұлайынан осы жерде қиылсақ, и парабола тармағы істейді екен, төмен қарайды екен. Осы есептің жауаптары шықты. Келесі есеп 502-ші есеп. Асы y тең x квадрат плюс px плюс q квадрат түрінде x тең 1 болған кезде y тең минус 4-ке тең ең кіші. Мынау бізде, значит, нелер екен? Төбелері екен. Y 0-ге теңескен деген мәні табылды. Мына формулаға қоямыз. Сонда x минус 1-дің квадраты плюс 4 болады. Көрдіңіздер ғой? Енді минус 4 болады екен. Теріс сан екен, ол кешіресіздер. Минус 4 болады. Сонда y 0 тең 0 минус 1-дің квадраты минус 4. Бұдан шығады бізде минус 3 шығады екен. Минус 3 шығады екен. Сонда жауабы
Minus 3. Tak, A'sida ne deydi? X 0 1 bo'lgan keldi, Y 0 minus 4 eng ulkan ma'noda төмен qaraydi. Сол себепті biz formulani жазған кезде алдына минус qo'yamiz. X minus 1 minus 4 kvadrat. Сонда Y тең бұда шығады. Y'ga 0 qo'ygan кезде, X'ga 0 qo'ygan кезде шатысып кетіп жатырмыз, сөзге осы шашып. Так, бұдан шығады бізде бұл жерде 0-ді қоймайды екенбіз ғой. Минус 1-ді қояды екенбіз. Минус 1-ді қояды екенбіз. Сонда қалай болды? Минус 1, минус 1-дің квадраты, мына жерде минус 1, минус 4. Сонда 4 минус 8 шығады екен. Сонда жауабы болды бізде минус 8. Так, енді Б. Б'сы сәл өзгеше болды енді. Жоқ, нормально осы сияқты. X ноліміз бізде 1, Y ноліміз тең 3-ке тең болатын. Y нольді ABC коэффициенттерін табыңыз дейді. ABC коэффициенттерін табайық. Так, қалай болады? Көтерейік. Так, жазайын мен. Y тең A X минус 1 квадрат плюс 3 деп ашып алайын. Так, енді Y-ті X-ті 0-ге теңестірейік, Y-ті, сонда қалай болды? A көбейтілген 0 минус 1-дің квадраты плюс 3 тең 0. A тең бізде минус 3 болды. A-мыз табылды. Енді Y тең минус 3. X минус 1-дің квадраты плюс 3 деп жазып алайын. Минус 3 тұра берсін. X минус 1-ді қысқаша көбейту формуласымен жазып, X квадрат минус 2X плюс 1 плюс 3 тең. Бұдан шығады минус 3x квадрат плюс 6x минус 3 плюс 3. Бұл дегеніміз минус 3x квадрат плюс 6x. Осы жерде жауабын жазсақ болады. A тең минус 3, B тең 6, C тең 0 екен. Келесі 503 есеп. Асы y тең x квадрат функциясының графигін y тең x квадрат плюс 6x плюс 11 координаталық үстер бойымен қандай жылжыту арқылы алуға болады дейді. Асында 3 бірлік солға және 2 бірлік жоғары жылжыту арқылы. Келесі әсінде 3 бірлік солға және 18 бірлік жоғары. Осылай шығады жауап.
Назарларыңызға көп рахмет. Гаимов TV YouTube каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл каналда осылай есептер тобы өте көп болады. Лайк өкілді аймаңыздар, достарыңызды шақырыңыздар. Есеп шығару барысында қандай да бір қателік байқаған болсаңыздар немесе қосымша сұрақтарыңыз бар болса, комментарийде жазуға ұмытпаңыздар.